Али Кезет қазақ ютубының алтын дәуірі. Біз бүгін Али Кезеттің өмір баяны, қалай топ ашқаны, қалай танымал болғаны және қанша теңге табатыны туралы айтатын боламыз. Достар, ең бірінші арнаға жазылып, лайк басып кетейік. Онда бастайық. Али Кезет, шын аты Әли Келмағанбет, Ақтау қаласында туып өскен. Ол номер 31-ші гимназия мектебін тәмамдаған. Оның ютубтағы жолы 2016 жылы басталды. Алғашқы видеолары мата ойыны бойынша шықты. Инстаграмда және тиктокта ол никнейм танылды. Бұл атау Welcome to Қазақстан, яғни қазақша сөйлеуге жол ашқан символ еді. Көрдіңіздер ме, мата ойыны қалай танымал болғанын? Али Кезет Қазақстанда алғашқылардың бірі болып, Let's Play форматты кейіннен дамытты. Ол GTA 5 басқа да ойындар түсіріп, аудитория жинады. Уақыт өте келе ол жай ойыннан да үлкен нәрсеге көшті. Балалардың қиялына әсер ететін мини-сериалдар түсіре бастады. Дәл осы сәттен бастап Али Кезет аты трендке айналды. Q-Style қазақ ютубын өзгерткен топ. Кейін Али Кезет өзіне команда жинап, Q-Style тобын құрды. Топ құрамында сол кезеңнің мықты ютуберлері болды. Nurchannel, Morbid, Нұрлан Қалам, Даник Реал, Q-Bro, Суперанго, Эйди Форбс деген ютуберлер. Осы құраммен олар қазақ ютубына жаңа деңгейге көтерді. Бірақ та дәл сол уақытта Нони Кезет құрған алты бақан Family-де болды. Алтын дәуір басталды. Бір жақта Q-Style, екінші жақта алты бақан Family. Қазақ ютубында бұрын соңды болмаған алтын дәуір басталды. Көрермендер екіге бөлінді. Комментарийлер, стримдер, әлеуметтік желілер бәрі бәсекеге толы болды. Осы кезеңде Q-Bro жаңа рептерін шығарып, хитке айналдырды. Nurchannel өз контентімен ютубты жарды. Бірақ уақыт өте келе Q-Style ішіндегі ютуберлер өз бағыттарын өзгертті. Олар топ үшін емес, жеке контентке жұмыс істей бастады. Топтың тарауы. Ал Али Кезет топты сақтап қалуға тырысты. Ол көбіне қиғашбекпен ғана видео түсірді. Ал топтық контент азая берді. Ақыры Али Кезет ауыр шешім қабылдайды. Q-Style жабылады. Бұл шешім көпшілікке ұнамады. Кейбір ютуберлер сын айтты. Бірақ Али Кезет өз шешімде нық тұрды. Ол бұл дәуірге нүкте қойды. Жағдайға алтыбаған Family-де таң қалды. Бәсекелес азайған соң, уақыт өте оларында қаралымдары төмендеді. Өйткені конкуренция жоқ жерде дамуда баяулайды. Әркім өз жолмен кетті. Топ таралған соң, Morbius ютубтан мүлде кетіп қалды. Nurchannel контентін жалғастырды. Қалған ютуберлерде өз арналарын дамытты. Жылдар өтті, ал Али Кезет тоқтаған жоқ. Бүгінгі Али Кезет қазіргі таңда бірінші арнасы 3 миллион жазылушы болды. Екінші арнасы 1 миллион 470 мың жазылушы. Ал үшінші арнасында 770 мың жазылушы. Қазір ол негізінен Roblox форматында көшкен. Ал басқа арналарда футбол, GTA және басқа да ойындар бар. Бірақ оның ең үлкен жетістігі тек сериал емес. Али Кезет қазақ ютубының есігін ашты. Көптеген ютуберлер дәл соған қарап, осылай контент жасауға болады екен деп өз жолын бастады. Тіпті оның атына арнап Али Кезет туралы ән шықты, яғни менің арнамда. Қысқасын айтқанда, Али Кезет қазақ ютубының атасы. Көпшілігіміз оны бала кезімізде қарап өстік. Оның видеолары біздің балалық шағымыздың бір бөлігі. Балалық шағы үшін рахмет. Тоқта, мен оның ақшасын ұтып кетіппін ғой. Ол ютубтан жалпы айтып кетейік. Нақты санды біз білмейміз. Бірақ та ол қазақстандық контент болған үшін аз төлеуі мүмкін. Егер ол орташа есеппен бір видеосы 300 мың жинаса, оны біз бөлсек мыңға, көбейтсек 0,5 долларға, тең болады 70 мың теңге. Яғни бір видеосына ол 70 теңге алуды мүмкін. Ал жақсы жағдайда 600 долларға шейін, яғни 300 мың теңге бір видео табады. Сонда достар, есепте көріңіздер, егер бір видеодан бір 100 мың теңге тапса, сонда ол айына 4 видео түрсе, бір айда 400 мың теңге бір каналдан ақ табады. Бірақ та бұл тек AdSense, яғни ютубтағы реклама ғана. Қосымша табыс көздері бойынша олда жарнама бар, яғни өзінің футболкасы, олда да ақшасы көбірек.
бренд келісімдері, ойын-ішілік промокодтар немесе басқа да рекламалар. Менің ойымша, ол рекламадан AdSense-тан айына 2 миллион немесе 3 миллион теңге табуы мүмкін. Бірақ та оны біз нақты айта алмаймыз. Балалық шақ үшін рахмет Али Кесет. Оның видеолары қазіргі таңдағы ең топ видеолардың бірі. Қош, сау болыңдар. Мұнда келе жатыр, ай! Жүрек мен! Ой, лабиринт мына жақта екен. Бар, келіңдер. Инопланеттандар келе жатыр ғой. Келіңдер, ағайын тума. Құдалар, құда мың жылдық. Кіріңдер. Roblox ойнайды күнде ол, карталарда жүріп аттыл боп, қашуды ғылым миссия. Түккелі тапқыр бол. Секір. Шыр жүрек мен. Сарайды. Аликазы, хоррор ойын нағыз кез, қорқынышты сәт болса да, күлкі қосы береді без. Тұрдыңыздар, жүректі қараңдар. Базар жоқ, екеуміз бірге белейік. Давай, жүрек. Ой, басым кетіп қой, жирафтың басым сап. Давай, делай. Так, мына жерде пидана жүрек бақыл. Алдыңыздар.